иә, шаршап жүрміз, иә, энергиямыз жоқ, иә. Жата береміз, еш нәрсеге желаниямыз жоқ, бір істі ертеңге қалдыра саламыз. Оның бәрі неден? Оның барлығы сіздің арқалап жүрген қара қазаныңыздан, яғни өкпе ренішіңізден. Вот, барлығыңызда сол. Сіздің энергияңыздың жоқ болғанына біреу кінәлі емес, сіз өзіңіз кінәлісіз. Осындай бәрі менде бар дейді. Я шаршап қорқып жүрем дейді. Қорқынышты да айтам қазір. Оған да келеміз. Сіздер мына өздеріңізбен энергиямен жұмыс жасауды, 7 чакрамен жұмыс жасауды, өз энергияларыңызды управлять етуді үйреніп алсаңыздар, мен енді сөзім жоқ бар ғой, өз-өздеріңізбен қалай жұмыс жасайтындарыңызда. Ухти! Бар дейді, мен сондай болғам дейді. Сіздің терапиядан кейін өзімді жинақтап алдым дейді. Өте қуаныштымын. Мен 13-тегі сабаққа жазылдым, әрі қарайда офлайн оқуға ниетім бар. Алла қаласа, Асима ханым. Абысынымның өкпесі қара қазандай болады да жүреді. 20 жыл асты байымады.